Жаз демалыс мезгілі, бірақ дәрігерлер үшін жылдың 12 айы да, тәуліктің 24 сағаты да халық денсаулығына қызмет ететін жауапты уақыт. Осы айда Мақат аудандық ауруханасы 2 заманауи реанимобиль және жылжымалы цифрлық рентген аппаратымен толықты. Жаңа техникалар шұғыл көмектің сапасын арттырып, диагнозды жылдам әрі дәл қояды. Ал өңірде жыл басынан бері денсаулық сақтау саласы бойынша 3.340.000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Ең сұранысқа ие қызметтер дәрігер қабылдауына жазылу, үйге шақыру және медициналық анықтамаларды рәсімдеу. Сондай-ақ тұрғындарға арналған тағы бір жақсы жаңалық. Денсаулық мәдениеті телеграм арнасы іске қосылды. Мұнда денсаулықты сақтау мен аурудың алдын алу бойынша сенімді әрі пайдалы ақпараттар жарияланады. Апта ішінде нөмірі 26 жедел жәрдем бригадасы құтқарған науқас медицина қызметкерлеріне арнайы алғыс айтып, олардың кәсіби біліктілігін жоғары бағалады. Ал денсаулық сақтау саласына биыл 540 маман қосылды. Олардың 90%-ы бүгінде өңірдегі медициналық ұйымдарда еңбек жолын бастап кетті. Денсаулық сақтау саласындағы маңызды жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.